Сәлем, біздің подписчиктеріміздің сұранысы бойынша бүгін динозаврлар туралы айтатын боламыз. Ендеше көреміз. Тираннозавр бұл ең атақты жыртқыш динозавр. Ол көп киноларда да түсіп үлгерген, көп кітаптарда жазылған. Байқаған болсаңыз, біздің мектеп кітабында да суреті бар. Оның атақтылығы соншалықты Google-да да бар. Тираннозавр біздің заманымызға дейінгі 67-65 миллион жыл бұрын мекендеген. Ол ең соңғы жыртқыш динозаврлардың бірі. Оның ұзындығы 12,3 метрдей болған. Салмағы ғалымдардың есептеуі бойынша 6-7 тоннадай. Тираннозавр ең қауіпті жыртқыш динозаврдың бірі. Оның екі аяғы жақсы дамыған, соның есебінен өте жылдам қозғалған. Тираннозаврдың жақ сүйегі өте күшті, ол өз олжасын оңайлықпен өлтіруге көмектескен. Кархоротонтозавр бұл жыртқыш динозаврдың ұзындығы 12,5 метр, ал салмағы 4 тоннадай болған. Жақ сүйегінің ұзындығы 160 сантиметр. Ол оңтүстік Американы мекендеген. Оның басқа да түрлері бар. Олар Тунис пен Нигерияны мекендеген. Кархоротонтозаврдың бұл түрінің ұзындығы 14,3 метрге жеткен. Ал жақ сүйегінің ұзындығы 175 сантиметр. Ол ең үлкен тираннозаврдың жақ сүйегінен де үлкен деген сөз. Ғалымдардың есебі бойынша бұл түрінің салмағы 9 тоннаға жеткен. Спинозавр біздің заманымызға дейінгі 112-93 миллион жыл бұрын солтүстік Африканы мекендеген. Спинозаврдың қаңқасы ең алғаш Египетте табылған. Оның жақ сүйегінің ұзындығы 175 сантиметр. Бас сүйегі ұзын, жіңішке келген. Спинозаврдың ұзындығы 16-18 метр, ал салмағы 7 тоннадан асқан. Ол өзінің ерекше омыртқа сүйектерімен басқа жыртқыш динозаврларға қарағанда ажыралып тұрады. Спинозавр суда да жақсы жүзген. Оның негізгі қорегі балықтары болған. Біздің видеоларға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, жаңа видеоларды жіберіп алмайсыздар. Гигантозавр біздің заманымызға дейінгі 99-93 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Оның ұзындығы 12,3-13,12 метр болған. Басқа да табылған қаңқа бөліктері бар. Ол қаңқаның есебі бойынша шамамен 15 метрге жетеді. Салмағы шамамен 7-8 тонна. Ал кейбір деректері бойынша салмағы 13,8 тоннадай. Гигантозавр ең үлкен жақ сүйегіне ие. Оның ұзындығы 1,8 метр. Екінші бір табылған жақ сүйегінің ұзындығы 2 метр, ал ол кез келген динозаврдың жақ сүйегінен 25-30 сантиметрге ұзын деген сөз. Гигантозавр өз олжасын қиналмай аулаған. Оның жүгіру жылдамдығы 50 км сағатына дейін жеткен. Ал дүние жүзіндегі ең жылдам адам Усейн Болттың жылдамдығы 44 км сағатына. Динозаврлар туралы видеоның жалғасы шығуын қалайсыздар ма? Өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.